Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат. Фиқ сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз жаңа бапты бастаған едік, ол сауда бабы. Сауда бабының жалпы кіріспесін келтіргеніміз, және өткен сабақта сауда бабының рүкіндерін өткен едік. Жалпы біз өткен сабақта айттық, сауданың тілдік мағынасы айырбастау. Бір затты екінші затқа айырбастау. Осы не? Сауда деген тілдік мағынасы осындай. Ал шариғи мағынасы құны бар затты құнды нәрсеге айырбастау. Ол да қараңызда ұқсайды. Құны бар затты құнды нәрсеге айырбастау. Осылайша зат адамның меншігіне айналады, яғни меншігіне өтеді. Түсініңіз ба? Ижаб деген не? Ұсыну. Бұл затты ал дейді. Бұл затты сатамын дейді. Бұл ұсыныс. Түсініңіз ба? Қабул дегеніміз қабылдайды. Алдым. Мысалы араб иштарайту дейді. Сатып алдым дейді. Түсініңіз ба? Енді фиқта солай келтіреді. Біз енді арабша айту әлбетте шарт емес. Алдым. Жарайды дегені алдым. Разы болдым деген секілді не? Осылай айтатын болса, бұл не? Қабылдау. Ұсыныс айттық қоя, бұл зат бағасы осынша тұр, затты ал дейді. Түсініңіз ба? Немесе сатамын дейді. Осылайша ижаб қабыл болады, ол рүкін. Түсініңіз ба? Ұсыныс айтады, о деген қабылдау керек. Сауданың рүкіндері ұсыну мен қабылдау. Түсініңіз ба? Тағы да оның шарттары бар, екі шарттары бар. Қараңыздар, ұсыну мен қабылдау екі рүкін ғой. Екі рүкін. Осы екі рүкін ішіне тағы да екі рүкін бар. Түсініңіз ба? Ол қандай десе, ижаб пен қабул, яғни сауданы ұсыныс айтқан кісі, сатып алған кісі ақыл есі бүтін болу керек. Ақыл есі бүтін, балиғат жасына жеткен болу керек. Немесе балиғат жасына жетпесе, тәмиз жасында болу керек. Тәмиз жасы не? Яғни ақшаны санай алады. Оны жұмсасаңыз сатып алуға қадір. Түсініңіз ба? Ол шамамен 7 жас, 8 жас дейді ғұламалар. Бірақ негізгі жасқа шектемеген дейді. Өйткені әр адамның, әр баланың дамуы әртүрлі. Алайда көбінесе 7 жас, 8 жас дейді. Түсініңіз ба? Міне сондай кісілердің саудасы алайда ол мақуф болады. Мақуф тоқтатылған. Неге тоқтатылған? Оның вәлидейіне оған жауапты кісі, әкесі, көкесі деген секілді. Біз ол жайында толықта өтеміз. Яғни ижаб қабул. Екі рүкін бар, оның тағы да ішінде екі рүкін бар негізінде. Ол қандай не? Ол балиғат жасына жеткен ақыл есі бүтін кісі болар. Мұсылман бұл шарт емес, әлбетте сауда бабында. Түсініңіз ба? Одан кейін мәбия. Қараңыздар, зат болуы. Енді ұсыныс айтылған уақытта әлбетте бір нәрсені сатады ғой. Дұрыс па? Ол ауан сатпайды. Жоқ нәрсені сатпайды. Ол бар нәрсе. Және не? Ол шариғатты құны бар нәрселер. Бауырлар, біздің шариғатымызда ақша алып келетін барлық не? Құнды зат деп саналмайды. Түсініңіз ба? Оның арнайы шариғатта мутақауим дейді. Мутақауам дейді немесе. Шариғатта құны бар болған нәрселерді сатуға рұқсат. Шариғатта құны жоқ нәрселер бар. Олар қандай десе, қараңыздар, біз ол жайында иншалла толықтай өтеміз. Толықтай. Бүгін қысқаша түсіндіріп өтемін, кейін әр қайсына жеке тоқталамыз. Бірінші, ұсыну мен қабылдаудың үкімі өтейік. Саудаладағы, бірінші айттық қой, алдым деген нәрсемен жүреді. Яғни ижаб қабул. Қарам, біз өткен сабақта ұсыныс берді,
мынау затты 5000 теңгеге сатам деді мәселен, дұрыс па? Сөйтіп қабылдаушы кісі алдым десе не, сауда байланады. Егер де ойланатын болса, онда сатушы өз ойынан қайтуға болады дейді, түсінесіз ба? Яғни затты ұсынды, кейін қабылдаған уақытта болды, сауда байланады. Ол сауданы ешкім бұза алмайды. Тек қана енді сатып алушы өкініп, сатушыға өтініш айтатын болса, онда иқола дейді, сауданың бұзу бабы. Бұл сатушыға өз ерікті. Сауданы бұзатын болса, жақсы сауап алады, түсінесіз ба? Бірақ бұзбаймын десе, оны мәжбүрлей алмайды, түсінесіз ба? Яғни ұсыныспен қабыл болды, түсінесіз ба? Ол сауда байланады, оны ешкім бұза алмайды. Бізде Ханафи мазхабымызда айттық қой біз, қашан ижаб қабыл байланады, және ол бір мәжілісте, қабылдау бір мәжілісте болу керек, түсінесіз ба? Екінші мәжілісте кетіп, басқа жері кетіп, кейін қайтадан айтатын болса, әлбетте оның қабылдауы дұрыс болмайды, бәлкім мүмкін ұсынысқа айналады. Сатушы не? Сатам деген болса, оның қабылдауы болып болады. Яғни біз өткен сабақта ол жайында айтқан едік ағайындар. Қараңыздар, тағы да қабылдау ұсынған бағамен, нәрсемен толық сәйкес болу керек, түсінесіз ба? Бір затты мен ұсындым. Мынау заттың бағасы 5000 теңге дейді, дұрыс па? Сөйтіп ол кісі сатып алушы, жарайды, 3000 теңгеге алдым деді. Көрдіңіз ба? Мен ұсынысты айттым, және қабылдаушы кісі не? Ол алдым деп айтты, бірақ бағасын басқаша қойды, түсінесіз ба? О сауда байланбайды, сөйде бұлай айтып жүрмеңдер. Ұсыныс айтылды, ол мята қабылдау болды, бұл сауда байланып кетті ме? Жоқ. Сауда байлану үшін сәйкес саны бағасына сәйкес келу керек, түсінесіз ба? Сатушының бағасына сәйкес, мысалы бар ғой, мысалы базарда бар. Мына сағат 5000 теңге сатам дейді, мәселен. Дұрыс па? Бұл 4000 теңге алдым дейді. Сауда байлана ма? Жоқ, тоқта дейді, дұрыс па? Мен 4000 теңге сатпаймын. Мен өзім айтқан бағаға сатамын. Енді қараңыздар, 4000 теңге аламын деп айтатын болса, сонда сатушы мақұлдайтын болса, онда сауда байлана береді. Түсінесіз ба? Былай көтеді ғой, былай айтқанда. Сатып алушынікі ұсыныс болып болады да, сатушынікі қабылдау болып болады. Түсінесіз ба? Бір қатты үлкен бір мәселе емес бұл. Енді осыны сабақта үйреніп болған екен, жоқ, сатушы тоқта, сауданың басынан ұрайық. 4000 теңге сатушы сататын болса, мен 4000 теңге сатам деп айтам. Енді сен қабылда деп мәжбүрлемеңіз, түсінесіз ба? Яғни сатып алушы 4000 теңге алам деп айтатын болса, сатушы жарайды, соған келісетін болса не? Онда сауда байлана береді. Түсінесіз ба? Бірақ та не? Сатушының келісім керек. Түсінесіз ба? Сатушы келіспесе не? Сауда байланбайды. Біреулер бар, бауырлар, саудаласу сүннет қой дейді да. Бар ма сондай сіздер, келе ма? Сондай сатып алушылар келе ма? Саудаласу сүннет қой дейді да, сөйтіп не істейді? Сатушыны мәжбүрлейді. Бағасын түсіре береді. Бауырлар, бұл негізі сүннет, бұл дәмету бұл. Бұны айтқанда шариғатпен айналдырып дәмету ғой негізінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұрыс саудаласқан, бірақ онда сатушыға немесе алушыға зиян бермеген, бауырлар. Түсінесіз ба? Дұрыс саудаласуға болады, бірақ қайта миын жеп, мылжыңдап бар ғой, көп сөйлемеген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Түсінесіз ба? Онда нәрседен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аулақ. Түсінесіз ба, бауырлар? Біреулер бар, саудаласу сүннет қой дейді, соңына дейін ұрады ғой, былай айтқанда. Тағыны оған ештеңе айта алмайсың. Саудаласу сүннет қой дейді, деп қоя саласың, Бауырлар, ол нәрсе дұрыс емес, түсінесіз ба? Дұрыс, пайғамбарымыз саудаласқан, бірақ та олай не сатушыны миын жемеген, түсінесіз ба? Қайта оның бағаны мазаламаған. Нақты бағаны айт, дұрыс түсір, айт. Егер оған көнбесе, не қайта мазалау қажет емес, бауырлар, түсінесіз ба? Өйткені әр адамның өзінің не қойған бағасы бар, одан арғай түспейді ол. Одан арғырай не түспейтіндер бар. Сол үшін
пайғамбарымыздың сүннетінде дәлел қылып біреудің біреуге діннен алыстауға себепші болмаңыз. Түсіндіңіз ба? Алла хидаят берсін бізге ағайындар. Ұсыныспен қабылдау бір мәжілісте жүзеге асу керек екенін айттық, дұрыс па? Енді қараңыз, екеуінің бірі мылқау болатын болса, мүмкін о, дұрыс па? Сөйлей алмайды. Екеуінің біреуі да, онда әлмет жазумен, ишарамен сауда байланады. Түсіндіңіз ба? Жазумен немесе белгілі түсінетін ишарамен сауданы байлауға болады. Енді заттың, тауардың шарттары. Қараңыз, заттың бірінші зат бар болу керек. Жоқ нәрсені сатылмайды, бауырлар. Сіздің қолыңызда жоқ та, жоқ нәрсені қалай мен сатам деп айтасыз. Мысалы, менде болмаған нәрсені мен сата алмаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла таби' ма лайса индака дейді. Сенде болмаған нәрсені сатпа дейді. Сатпа. Жоқ нәрсені қалай сатасың? Бірақ та не? Өделесуге болады. Біз ол және өтеміз, өделесуге. Менде жоқ, бірақ сол затты алып келе аламын. Түсінесіз ба? Ол басқа мәселе. Немесе байғу салам деген тақырып бар. Ол иншалла ол жайына ерекше өтеміз, Құдай қаласа. Алла бұйырса ше. Ол да не? Бұл бағандағы истисна дейді, бұл сауда бабында, сол салам бабы саудасында жоқ нәрсені бір сатуға болады, бірақ шарттармен. Бірақ шарттармен. Түсінесіз ба? Одан кейін сипаты, көлемі анық болу керек. Заты сатар кезде не? Сипаты, көлемі анық болу керек. Яғни белгісіз нәрсені сата алмайсың. Түсінесіз ба? Белгісіз нәрсе. Мынау ақшаға мен 5 теңге бересің, сол бір затты сатам дейді. Ол зат белгісіз, көрмегесін, дұрыс па? Анық емес. Сонда сол үшін ол затты сатуға болмайды, бауырлар. Түсінесіз ба? Шариғатымыз анық нәрсені жақсы көреді. Қараңыз, талап етілген шариғатымызда. Біздің шариғатымызда әрбір талас тартысқа алып барған нәрсенің барлығы сауданы бұзады дейді. Мысалы қараңыздар, бір жұмысшыны алып келдім, дұрыс па? Сонда бір жұмыс ақысына сен келісуді қаладың. Сөйтіп айт, жұмыс жоқ, кейіннен жұмысты бәрін істеп болайын, немесе бір бөлігін істеп болайын, сен разы болатын бағаға мен жасап берем дейді ғой. Біреулер ба сондай? Сен разы боласың, мен де разы боламын дейді. Ол разылық дегенде салыстырмалы түрде, бауырлар. Түсінесіздер ме? Әртүрлі баға ше. Осы бағаға келседі, бір жұмыстың бөлігін істеп болғаннан кейін жұмыстың бағасы осылай дейді. Сөйтіп мен арада не пайда болады? Тартыс болады. Ұрыс болады, бауырлар. Көріңіздер ма? Бағаны нақтылау керек. Әрбір куб қанша аласың? Бір кубқа қанша аласың? Жұмысының ақысы қандай деген сияқты, түсінесіз ба? Өткені бұл, бауырлар, кейінге егер нақты келіспейтін болса бір бағаға ше, не болады? Тартыс қалып барады. Көріңіздер ма? Бұл сауданы бұзады. Бұл сауданы харам етеді, бауырлар. Осыған мән беру керек. Немесе бір кісі жұмысқа тұрады, жұмыс істеп еңбегіне қарай біз айлық береміз, дұрыс па? Ол да нақты емес. Нақты нәрсе емес ол, түсінесіз ба? Бауырлар, кейбір мысалы жерлерде бар, жұмыс жаса, клиентке қарай сенің айлығын төлейміз дейді да. Ол да дұрыс емес, түсінесіз ба? Өйткені бір күн клиент шығуы мүмкін, бір күн шықпауы мүмкін да. Нақты нәрсе емес, бауырлар. Нақты айлық тағайында, мысалы күнде осынша ақша, бірақ та саған қосымша бонус келіп тұрады деп ше, ол басқа. Қосымша сыйлық беріледі десе, ол басқа. Түсінесіз ба? Алла хидаят берсін, бауырлар. Одан кейін өзінің заты болу керек, ағайындар. Өзінің зат. Біреудің затын біз сата алмаймыз. Сіздің қолыңызда болмайтын болса, оны сата алмайсың. Бірақ та әлбетте басқа сауданың түрлері бар. Бауырлар, ол жайында жеке өтеміз тақырыптар. Мысалы, бұл жерде бұны айтып тұрған жоқ. Қараңыздар, мысалы өзенде балық көрдің. Мәселен да, мынау балықты сатам дейсің. Зал сенікі ма, сен меншігінде кірді ма? Сен елек еттің ба, оның елегінде ма?
жоқ, елегіңде емес, дұрыс па? Онда сен оны сата алмайсың. Көрдіңіз ба? Мәселен, сен мұхитқа бардың, мынандай балық аулайтын тор бар, дұрыс па? Мынаны тастаймыз, қанша шықса ол сенікі. Бірақ онда тор лақтыру осынша ақша деп келістің. Ол да дұрыс емес, көрдіңіз ба? Біріншіден ол белгісіз. Одан ақша, одан балық аулау мүмкін, немесе ауламауы мүмкін. Нақты нәрсе емес, көрдіңіз ба? Және ол не, сіздікі емес, ол сіздің меншігінде емес. Түсініңіз ба? Мысалы, тауға барған уақытта жабайы хайуандармен сатам деп айта алмайсыз. Өйткені не? Ол сіздікі емес, ол ше. Мысалы, аспандағы ұшып жүрген кептарларды мен сата алмаймын. Өйткені ол менікі емес. Қашан сол кептар өз меншігінен өтеді, түсінесіз ба? Қашан сол балықты сіз аулайсыз, аулап болғаннан кейін өз меншігіне өткізгеннен кейін оны сатуға болады. Түсіндіре алдым ба? Алла хидаят берсін ағайындар. Одан кейін шариғат рұқсат еткен құнды, бағалы нәрсені сату керек, бағандар. Нәрсе шариғат рұқсат берілген құнды зат болу керек, бауырлар. Ол қандай мысалы? Қараңыздар, шариғатта бағалы затқа жатпайтын заттар бар. Мысалы, қан сату. Ол қан нәжіс. Ол сатылмайды ол. Түсінесіз ба? Қан сатуға болмайды. Оны бірақ Алланың ризалығы үшін беруге болады. Бір бауырларға не? Жақындарға, немесе бауырларға көмек ретінде беруге болады. Бірақ оған ақы сұрауға болмайды. Түсінесіз ба? Одан ақы сұралмайды. Жалпы адамның бір бөлігін сатуға болмайды. Алла Тағала адамды құрметті қылып жаратты. Түсінесіз ба? Сіз шашыңызды немесе адамның бір бөлігін сатуға шариғат рұқсат бермейді. Немесе өлексе сату. Арам өлген малдар бар ғой. Арам өлген малдарды сата алмайды. Сатуға рұқсат жоқ. Ол нәжіс. Түсінесіз ба? Мысалы, мал арамы өліп қалуы мүмкін, дұрыс па? Оны алып, зоопаркке барып, немесе колбасын сыйаққа сататындар бар. Алла оларға хидаят берсін, бауырлар. Одан ақша жасауға болмайды. Оны сатуға болмайды. Немесе біреулердің иттеріне бар ғой, ит асырайтындар бар, арнайы, дұрыс па? Хайуан асырайтындар бар. Соларға сатуға болмайды. Тек қана айтып отыр, менде осыны арам мал өліп қалды, қаласан осыны өзін алып кет деп айта аласыз, дұрыс па? Немесе газельге салып жіберем, осы газельдің ақысын өзін бер деп, дұрыс па? Болды. Оны бір арнайы біреулер бар, мысалы, мысықтың немесе иттің тамағын шығаратын заттар бар ғой, дұрыс, зауыттар бар ғой. Соған сатуға болады. Қазіргі заманымызда ол енді өліп мәйіт болса да оны пайдалануға болады ғой деп айтатындар бар. Жоқ, болмайды, түсінесіз ба? Бұл нәжіс болды. Дұрыс, мысық сататын, мысық жейтін тағамдарға, заводқа сатасыз ба? Одан сіз пайда көруге болмайды, бауырлар. Түсінесіз ба? Үкімі сол харам ғой, жарты сат болды айтып жүрген бауырым. Харам, түсінесіз ба? Болмайды деген сол харам. Одан кейін иленбеген тері дейді. Өйткені иленбеген тері әлі нәжісі бар. Енді бізде тері ешкім алмайды ғой, бізде жатыр ғой Мысырда, бауырлар. Субханалла. Алла хидаят берсін бізге. Ағайындар. Үстімізде бәр Қытай ғой, бауырлар. Нау Қытай, анау басқа жерден келген, нау Америкадан келген, Қытайдан келген. Шапамызды бүкіл зат ше. Кейін отырамыз. Мұсылман қашан дамиды, мұсылман қашан жеңіске жетеді деп ше. Дұрыс па? Әрекет жасамасан жеңіске жетпейміз, бауырлар. Шошқаның барлық жері арам. Сатуға болмайды. Шошқаның барлық жері, түсінесіз бе? Түгін, бүкіл жерін болмайды, бауырлар. Мысалы, не үшін бүкіл жері айтады? Қараңыздар, мысалы, қасқырдың, мысалы, түгін, жүнің бар ғой, илеп сатуға болады. Терісін илеп, сатуға болады. Арыстаның, мысалы, терісін, айдың терісін, жүнің бар ғой, түктеріне сатуға болады. Бүркіттердің, мысалы, тырнақтарын сатуға болады. Көрдіңіздер ма? Өйткені ол не? Оның тек қана еті нәжіс болады. Жыртқыш хайуандардың бар ғой, еті нәжіс, оның етін сата алмайсыз.
бірақ та үстінде терісін илеп тұрып немесе түктерін, жүндерін сатуға болады. Түлкі деген сияқты, дұрыс па? Норковый шапан дейді ғой, білесіздер ма? Сондай жасайды ғой, мысалы хайуандардан, әртүрлі жылқыш хайуандардан, дұрыс па? Оны сатуға болады. Ал енді шошқаның түгінен бір нәрсе жасауы мүмкін, бауырлар. Ол тіс щеткасы істелі мүмкін. Қымбат щеткалар бар дейді, сондай. Немесе дуал краскелейтін щеткалар бар, ағайындар. Ол барлық щеткаларда ондай емес. Кейбір арзан щеткаларды пластикмен жасайды. Бірақ мықты щеткаларды сол шошқаның түгінен жасалынады дейді. Түсінесіз ба? Сол үшін ол заттарды қолдануға және сатуға да шариғат рұқсат бермейді, бауырлар. Түсінесіз ба? Шошқаның бүкіл жері арам. Бүкіл жері, түсінесіз ба? Одан пайдалану болмайды. Оның терісін иле, 1000 рет иле. Французский духи жақ, түсінесіз ба? Одан бағанда аяқ киім, анау кожаный плащ тігу болмайды, түсінесіз ба? Оны киюге болмайды, бауырлар, түсінесіз ба? Герзі етік анау шошқаның еш бір бөлігін пайдалануға рұқсат жоқ, бауырлар. Болды. Ол шариғат айтады. Шариғат, бауырлар. Алла хидаят берсін бізге. Одан кейін харам етілген музыкалық аспаптар сатуға болмайды, жайды, бауырлар. Харам етілген музыкалық аспаптар адамдарды азғыратын, дұрыс па, билететін, жамандыққа шақыратын, нәпсіні қоздыратын, сондай әртүрлі аспаптарды сатуға болмайды. Шариғатта оның құны жоқ дейді, бауырлар. Харам етілген ойындар, мысалы, нарды сатуға болмайды, бауырлар. Нарды, карта деген сияқты, дұрыс па? Дұрыс. Мысалы, нарды ол ағаш, дұрыс па? Оның өздігінде нәжіс емес. Ағаш деген құнды зат қой. Бірақ та сол ағашты нардыға айналдырып, ол нарды ретінде сатуға болмайды. Түсінесіз ба? Бірақ сол қараңызда енді фих қой енді. Солны мысалы нардыдан жасалған ағашты басқа нәрсеге мысалы айналдырсаңыз, мысалы шахмат ойнайтын онда болады. Шахмат шариғатта рұқсат беріледі. Бірақ бір шартымен. Намазға кедергі болмау керек. Намаз уақыты келген уақытта тастайсың ойында намаз оқисың. Түсінесіз ба? Шахмат расында ойды, пікірді дамытуға бір пайдасы бар екен. Ал нарды нағыз құмар, оған хадистер келген. Түсінесіз ба? Карта деген оның бәрі құмар ойын. Біреулер айтады, мен жай әшейін ештеңеге ақшаға ойнамаймын, жай ғана ойнаймын дейді. Дұрыс па? Біреулер бар. Сол жай ғана ойнау шариғатта құпталмайды, бауырлар. Түсінесіз ба? Өйткені ол құмар, ол ақшаға ойнамасаңыз да уақытты босқа кетіресіз, оның ешқандай пайдасы жоқ, ойдың дамуына да ешқандай пайдасы жоқ. Бәлкім сол адам одан кейін құмарлыққа есікті ашып береді дейді ғұламалар. Түсінесіз ба? Одан кейін пұттар сатуға болмайды, пұттарды. Пұт деген қазір заманда бар ма, жоқ па? Бар ғой, бауырлар, пұттар бар ғой, ақша шақыратын құрбақан аузы дейтін, дұрыс па? Бір нәрселер бар ғой, соларды фэншуй дейді, анау-мынау дейді, бұрынғы уақытта болған еді ғой, қазір жоқ шығар енді, дұрыс па? Сондайларды пұт қойып айтқанда, қытайлардың пұтын, индиялықтар ғой, пұттарын соны алып келіп, одан бағанда мен өзім пайдаланбаймын, бірақ оны сатамын деп сатуға болмайды, бауырлар. Шариғатта оның құны жоқ, түсінесіз ба? Өйткені ол астағфирулла харам нәрсе, ол әлбетте одан тапқан табысы да адал болмайды. Енді қараңыздар, харам нәрсе бізде көп емес, шариғат рұқсат берген нәрсе көп қой, негізі. Адал нәрсе көп бізде. Адал нәрсе. Бауырлар. Бұл жерде арам нәрсе айтатынмын, саналарым ше. Және әлбетте арақ сатуға болмайды, бауырлар. Түсінесіз ба? Арақ нәжіс. Арақ деген, білесіздер, арақ деген тек қана водка емес, арақ деген вино да кіреді ішінде, пива кіреді ішінде. Түсінесіз ба? Бір мас қылушы нәрсе сатуға
болмайды, шариғатта тыйым салынады, арам. Түсіндіңіз ба? Арақ, вино, пиво сатуға да, алуға да болмайды. Түсіндіңіз ба? Оны тасуға да болмайды. Арақ бар жерде берекет жоқ. Енді мынандай сұрақ қою мүмкін: магазинде арақ бар, пиво бар. Соның ішінен мысалы халал, адал нәрсені алуға бола ма? Адал. Нан, мысалы да, сулар. Не дейсіздер? Енді қараңыздар. Енді сіз тұратын жеріңіз, мысалы Россияға кетсеңіз, Россияға бар, мысалы Европада жүрсіз, дұрыс па? Ол жерде бүкіл магазинде арақ сатады. Халал жерлері бар, өте алыс, таппайсың, машақаты бар, өте қиын ше. Мында сондай жерлерде жүрсеңіз, онда ондай жерлерден адал нәрсені сатып алуға рұқсат, шариғатта рұқсат береді. Түсіндіңіз ба? Ал енді альхамдулилля, Алланың діні үстем болған жерлерде мұсылманның белгілері ашық, анық, айт намаз оқылады, жұма намаз оқылады. Сол жерде жүрсең, мен мұсылман деп айтсам, сен мақтанасың, дұрыс па? Және сол жерлерде халал, адал дүкендер бар. Әр районда бар. Ондай жерлерде, бауырлар, қараңыздар, арақ сатылатын жерде адал зат болса да алмаған жақсы дейді. Алмаған жақсы. Түсіндіңіз ба? Өйткені не үшін десеңіз, неге? Не өпті мен бір өзім алсам деп ше? Бауырлар, бірінші қараңыздар. Енді шариғатын үкімін айтам. Біздің шариғатымызда арақты жария сататын кісі кім? Айтыңдашы өздеріңіз. Күнәһар дейді, дұрыс па? Арақты жария сатады. Жария ғой, дүкенде ашып тұр, дұрыс па? Көресің, арақ тұр, жария сатып жатыр. Біздің шариғатымызда күнәні жария жасайтын кісімен, бауырлар, былай айтқанда байланысты бұз дейді. Мүмкін болғанша байланысты бұз, оны Алла үшін жек көр дейді, дұрыс па? Енді ол Алланың елшісіне, Аллаға қарсы келді. Енді сіз оның саудасын мақұлдайсыз, ол жерде дұрыс, сіз жүрекпен жеп көресіз, дұрыс па, арақты. Бірақ та оның ішіне адал нәрсені алдың, адал нәрсені сатып алдың. Оның ақшасына, оның пайдасына ол арақ алады, дұрыс па? Ол тағы оның саудасын жүргізесіз, әлбетте. Сол үшін біз себепші болғандықтан, оған саудасын жүргізуге, сол арам саудасын жүргізуге себепші болғандықтан, және сен онымен мәмілені бұзбадың, оның ісін құптадың, дұрыс па? Онда не, бұл іс харам деп айтпаймыз, бауырлар, бірақ мәкрух болады. Түсіндіңіз ба? Мәкрух жағымсыз нәрсе. Өйткені сен ол жерден, сен дұрыс адал затты алдың, мен оның харамға қасым жоқ деп айттың, бірақ не істедің? Сен оны қолдадың. Қараңыз, егер әр қайсымыз бар ғой, Алладан қорқып, ондай дүкендерден еш нәрсе алмайтын болсақ, олар да арақ сатпайтын еді негізінде ше, ойланатын еді. Дұрыс па? Ойланатын еді. Сол үшін бауырлар, барынша тақуалықты айтатымен. Бұл тақуалық, түсініңіз ба? Ең жақсы не? Адал дүкендерді қолдаңыз. Қолда көрсету керек, бауырлар. Солай адал дүкендер көбейеді. Алла хидаят берсін бізге, бауырлар. Енді шариғат рұқсат берілген нәрсе көп, бауырлар. Мысалы, өлі кісінің қан бармайтын, қан жүрмейтін жерлерді сатуға болады. Мысалы, сүйек, жүн, қауырсын, мүйіз, тырнақ деген сияқты, тұяқ деген сияқты. Түсініңіз ба? Жыртқыш хайуан болсын. Қан бармайды ғой жерде, мысалы, ет емес ол, мысалы айтқы жүн, сүйектерін, дұрыс па? Тырнақтарын, мысалы, пілдің сүйегін сатуға бола ма? Болады, мысалы да. Жыртқыш хайуандардың сүйектерін сатуға бола ма? Етін емес, сүйегін да? Болады. Өйткені не? Сүйекте қан жүрмейді дейді, түсініңіз ба?
шаштарын, түктерін деген жүндерін не сатуға шариғат рұқсат беріледі. Тек қана шошқаны сатуға болмайды, түсіндіңіз ба? Шошқаның бүкіл жері арам. Еті желінетін малдардың тезектері сатуға болады, бауырлар. Бұл шариғатта истихсан түрде рұқсат береді. Тезектер. Сахабалар бұны, табииндер, ғұламалар бұған рұқсат берген. Түсіндіңіз ба? Немесе қара нәжіс жағылған, нәжіс тиген нәрселер. Ол нәжіс өздігінен емес та. Мысалы, киім бар, есік киім да, бірақ үстінде нәжіс жағылған да, нәжіс жағылған. Дұрыс па? Етік бар, етіктен нәжіс жағылған. Ол зат сатуға болады. Өйткені нәжіс өздігінен оны кетіруге болады да. Түсіндіңіз ба? Енді ит сатуға бола ма? Біздің Ханафи мазхабымыз ит сатуға болады. Ол үйретілген болсын, немесе үйретілмеген болсын. Түсіндіңіз ба? Тек қана құтырған жаман иттерді сатуға болмайды. Түсіндіңіз ба? Итті сатуға болады шариғатта ағайындар. Түсіндіңіз ба? Еті желінетін. Ол нәжіс, жеңіл нәжіс ол ше. Бірақ шариғатта рұқсат береді. Түсіндіңіз ба? Өйткені мәміле қылған, отын ретінде сатуға болады. Түсіндіңіз ба? Сиырдың тезегін, болады сатуға. Және мысық сатуға болады, бауырлар. Мысық сатуға, ит сатуға, Ханафи мазхабы бойынша сатуға болады. Және жыртқыш хайуандарды мысалы қасқырды аулап алдын сатуға, бүркітті сатуға болады деген секілді шариғатта сатуға болады. Алла хидаят берсін бізге. Алла тағала тура жолды. Басқа мазхабты айтам, керек кезде айтам. Хазірет бізде? Қаяқта бізде? Бізде дегенде кімдерде? Қандай ғұламалардың алдында Шымкенттің адамда айта береді ғой, мен де айта беремін, біреулер айта береді. Дұрыс па? Итті, мысықты сатуға болады, түсіндіңіз ба? Жыртқыш хайуандарды да сатуға болады. Біздің Ханафи мазхабымызда. Кейбір мазхабтарда ол енді болмайды деген пікірлер бар. Енді қараңыздар, уәделесу негізі саудаға кірмейді. Уәделесу деген саудаға кірмейді. Мысалы айту мүмкін, бұл затты сатамын деді, дұрыс па? Бірақ күндерін айтты. Мысалы, ертең сатамын деді. Немесе біреу айтты, мынау затты ертең сатып аламын деп айтты. Немесе бір аптадан кейін сатып алам деді. Сол уақыты келген уақытта бұл сауда байланды деп айта алмаймыз біз. Бұл сауда байланған жоқ. Түсіндіңіз ба? Бұл не болады? Уәде болады. Ал енді уәде еткеннен кейін сол уәдеге тұрып беру, яғни уәдені орындау, бауырлар, түрлі үкімдер бар. Енді қара біреуге зиян беретіндей, мысалы уәде айтып кейін уәдесінен тұрмайтын болса, онда ғұламалар айтады, ол затты енді алуға мойнына жүктеледі дейді. Уәжіп болады дейді алуға. Мысалы қараңыздар, былай түсіндірейін. Бір затты ұсыныс, тапсырысқа берді. Бір зат, қымбат бағалы затты ше. Дұрыс па, мен бұл затты аламын деп уәделесті ғой енді. Сол сатушы сол затты басқа мемлекеттен алып келді. Дұрыс па? Алып келді. Алып келгеннен кейін не? Сатып алыс жоқ, алмайтын болдым дейтін болса, бауырлар енді бұрынғы уақытта қазы болады, оны мәжбүрлеген. Жоқ, бұл заты сен үшін алып келді, бұны сен затты алмайтын болсаң, онда бұл затты базардағы бағаларын жерге ұру мүмкін ше, өйткені ол керек қылмайды басқаларға ше. Онда сол затты не істейді? Алады дейді. Түсіндіңіз ба? Қазы деген кім десе, бұрын шариғи үкім еткен қазылар болады, немесе қазіргі ғұламалар бұған пәтуа беретін болса,
онда мәжбүрлейді. Немесе былай айтады: бұл затты базарға сатады, егерде өзінің бағасынан арзан сатып жіберетін болса, үстінен шығын сен төлейсің дейді. Түсінсіз ба? Үстінен шығынды сен төлейсің деп жүктеген. Былай айтқанда, бауырлар, уәдені орындауға барынша әрекет ету керек. Өткенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мұнафықтың 3 белгісі бар дейді. Сөйлесе өтірік сөйлейді, уәде берсе уәдесін орындамайды, аманатты бір затты алатын болса аманатқа қиянат қылады дейді. Осыған да мән беру. Енді бір затты ертең алам деді, сөйтіп бір себептер шығып қалатын болса, бұл әртүрлі үзірлер бар ғой кейде ше. Олардың үзірін қабылдап, жақсы ойда болып, не істеп, түсініспен қарау керек. Яғни оған біз мәжбүрлей алмаймыз. Түсінесіз ба? Тек қана бір қымбат бағалы ол затты әдетте адамдар алмайды. Тек қана бір фирмаға немесе бір заводтарға бір қымбат аппаратта керек болатын болса, сондай заттарды мәжбүрлеп енді алдыруға болады. Немесе оның бағанда алып келген, сатып алған шығын көтереді. Сатылғаннан кейін өз бағасы сатылмайтын болса, үстіндегі шығыны өз сатып алушы көтереді. Түсінесіз ба? Былай айтқанда, уәделесу саудаға кірмейді. Өйткені сауда нақты ижаб қаулен байланады. Болашақ нәрсеге, болашақ уақытқа сауда байланбайды. Мысалы, ертең аламын деп, дұрыс па? Қараңыздар. Ертең келсе, бұл сауда байлана ма? Сауда байланбайды, бауырлар. Біреулер бар: ой, сен болды, сен алып қойдың ғой, ертең деп айттың ғой деп не істейді? Бір-бірін айтпайды. Жоқ, бұл уәде. Дұрыс уәдені орындау керек, уәдеге тұрып беру керек. Бірақ та кейбір уақыттарда бауырлар әртүрлі себептер шығып қалуы мүмкін. Оны түсініспен қарау керек. Түсінесіз ба? Немесе біреу айтады: айлығым түссе алам дейді. Дұрыс па? Сөйтіп айлығы келген түсетін болса, айдың басында, мысалы айдың соңында, айлығың түсіпті, бұл затты алып кет, мен алып қойдым деп айта алмаймыз. Түсінесіз ба? Ол сауда емес. Бұл жай ғана не? Уәделесу. Түсінесіз ба? Міне бүгінгі сабақ осы. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха иллаллах, настағфирука ва натубу илейк.